Мен сол күнді әлі күнге дейін ұмытпаймын. Күйеуімнің үйіне алғаш кірген сәтте өзімді ертегіге түскендей сезіндім. 3 қабатты зәулім үй, үлкен темір қақпа өздігінен ашылғанда, менің жүрегімде бірге ашылғандай болды. Ішке кіргенімде ақ мәрмәр еден, алтын түсті жарық шамдар. Бәрі тым мінсіз көрінді. Мұндай үйді мен тек фильмдерден көретінмін. Ал енді мен сол фильмнің ішіндегі кейіпкер сияқтымын. Күйеуім жанымда тұрды. Сабырлы. Суық емес, бірақ тым эмоциясыз. Ол жай ғана айтты: "Үйге қош келдің." Сол сәтте мен өзімді ең бақытты адам деп ойладым. Қыздар армандайтын өмір, байлық, сән салтанат менің қолымда сияқты көрінді. Тойымыз үлкен болды. Барлығы келді. Алыстан туыстар, қаладан келген қонақтар. Бәрі күліп мені құттықтап жатты. "Сенің жолың болды" деді олар. "Мына үйге түскенің бақыт" деді. Мен де сендім. Шынымен сендім. Бірақ ешкім маған бұл үйдің ішіндегі үнсіздікті айтқан жоқ. Ешкім маған бұл есіктің сырттан жабылатынын айтқан жоқ. Құрметті тыңдарман, аудио кітап арнама қош келдіңіз. Арнаға жазылып, лайк басып, бізге қолдау көрсетіңіз. Пікірге қай қаладан тыңдап отырғаныңызды және дәл қазір сағат нешеде көріп отырғаныңызды жазып кетіңіз. Бүгінгі әңгіме көркем туынды. Оқиғалар, кейіпкерлер мен диалогтар автордың қиялынан алынған. Кез келген ұқсастықтар кездейсоқ болуы мүмкін. Ендеше әңгімені бірге тыңдайық. Алғашқы күмән сол түні пайда болды. Тойдан кейін бәрі тарады. Мен жаңа бөлмеме кірдім. Үлкен бөлме. Ақ перделер, жаңа төсек. Барлығы әдемі. Бірақ жүрегімде бір түрлі тынышсыздық болды. Сол кезде есік қағылды. Енесі кірді. Ол ұзақ қарап тұрды да, жай ғана айтты: "Енді сен бұл үйдің келінісің. Ережелер бар." Мен жымиып, "Жақсы, түсінем" дедім. Бірақ ол сөзін жалғастырды: "Бұл үйден рұқсатсыз ешқайда шықпайсың." Мен бір сәтке түсінбей қалдым. Күліп тұрдым. Өйткені ол қалжың шығар деп ойладым. Бірақ ол күлген жоқ. Тек маған қарап тұрды. Сол сәтте бөлме ішіндегі ауа өзгеріп кеткендей болды. Күйеуім артта тұрды. Бірақ ол ештеңе демеді. Бір сөзді айтпады. Сол үнсіздік мені алғаш рет шошытты. Түнде мен ұйықтай алмадым. Төбеге қарап жаттым. Мүмкін мен асыра ойлап жатқан шығармын дедім өзіме. Бәрі жаңа ортағана шығар дедім. Бірақ жүрегім тынышталмады. Сол үй тым әдемеді, бірақ тым суық. Келесі күні таңертең мен бәрі өзгеретінін білмедім. Мен тек бір нәрсені білмедім. Сол үйге кірген адам бұрынғы өміріне қайта оралмайтынын. Таңғы ас үстінде енесі маған қарады да: "Сен бүгіннен бастап үйдегі барлық тәртіпті үйренесің" деді. Сол кезде мен алғаш рет түсіндім. Бұл үйде келін болу деген нәрсе мен ойлағаннан әлдеқайда ауыр болуы мүмкін. Келесі күн мені бірден бақытты келін өмірі емес, мүлде басқа шындық қарсы алды. Таңертең көзімді ашқанымда үй тым тыныш еді. Тым тыныш деген жақсы тыныштық емес. Сол тыныштықтың ішінде бір бақылау бар сияқты сезіледі. Ас үйден енесінің дауысы естілді: "Тұрдың ба? Бүгіннен бастап режиммен өмір сүресің." Мен басымда изегім. Әлі де бәрі жаңа орта, үйреніп кетемін деп ойладым. Бірақ сол күннің алғашқы ережесі мені аздап тоқтатты. Телефонымды іздедім. Тумбочканың үстінде жоқ. Сөмкемде де жоқ. Мен бөлмеден шығып төмен түстім. Енесі ас үйде шай құйып отыр екен. "Менің телефоным қайда?" дедім жай ғана. Ол маған қарамай жауап берді: "Ол енді сенде болмайды." Мен бір сәт түсінбей қалдым. "Қалай болмайды?" Сол кезде ол басын көтерді. Көзінде эмоция жоқ. "Бұл үйде артық байланыс керек емес. Сен жаңа өмірге үйренуің керек."
Мен күлкім келіп кетті. Қалжың сияқты естілді. Бірақ ешкім күлген жоқ. Сол сәтте ішімде бір нәрсе сыздап өтті. Күйеуімді кешке ғана көрдім. Ол жұмыстан келген сияқты. Костюм, шаршаған көзқарас. Мен бірден оған жақындадым. Менің телефонымды қайтаршы. Мен анама хабарласуым керек. Ол тоқтады, маған қарады. Бірақ көзінде жылулық жоқ еді. Қазір керек емес деді. Мен аң-таң болдым. Қалай керек емес? Мен үйленгенмін. Бірақ байланыссыз ба? Ол күрсінді. Сосын жай ғана. Анам солай қалайды. Сол бір сөйлем бәрін өзгертті. Анам солай қалайды. Мен сол сәтте түсіндім. Бұл үйде шешімді ол емес, енесі қабылдайды. Ал мен сол жүйенің ішінде бір кішкентай бөлік қана сияқтымын. Келесі күндері бәрі қайталана бастады. Таңғы 5-те тұру, үй жинау, ас әзірлеу, үздіксіз тексеріс. Дұрыс істедім бе? Неге кешіктің? Бұл үйде бәрі тәртіппен болу керек. Басында мен көмектесіп жатырмын деп ойладым. Бірақ бір апта өтпей жатып, менің көмектесіп жүргенім емес, менің бүкіл өмірім сол жұмысқа айналғанын түсіндім. Ең таңғаларлығы, үйде қызметшілер бар еді. Бірақ олар тек қарап жүретін, ал барлық жұмыс маған жүктелді. Бір күні кешке мен ас үйде ыдыс жуып тұрдым. Қолым ауырды, арқам сыздап кетті. Сол кезде қызметші әйелдің бірі қасыма келді. Жай ғана сыбырлап айтты. Сен жалғыз емессің. Мен оған қарадым. Ол бірден көзін тайдырды. Сосын тез кетіп қалды. Сол бір сөйлем мені одан сайын мазалады. Сен жалғыз емессің. Бұл не деген сөз? Сол түні мен алғаш рет терезеге ұзақ қарадым. Үйдің сыртында үлкен темір қақпа тұр. Жабық, қарауыл бар, камералар. Ал мен іште. Әдемі үйдің ішінде. Бірақ еркін емес сияқты. Сол кезде миымда алғаш рет бір ой пайда болды. Мен мұнда қонақ емеспін. Мен мұнда бақылаудамын. Келесі күні таңертең есіктің қоңырауы соғылды. Енесі маған бұрылып, ешкімге есік ашпа деді. Бірақ дәл сол сәтте менің атымды айтқан әйел дауысы сырттан анық естілді. Аружан, аш есікті, мен келдім. Мен тұрып қалдым. Өйткені ол дауыс менің анамның дауысы еді. Мен сол дауысты естіген сәтте жүрегім тоқтап қалғандай болды. Аружан, аш есікті. Бұл менің анам еді. Мен есікке қарай бір қадам жасадым. Бірақ арттан енесінің дауысы қатты шықты. Тоқта, бір ғана сөз. Бірақ ол сөз мені орнымда қатырып тастады. Мен бұрылдым. Енесі маған тік қарап тұр. Суық, тыныш. Бірақ өте нақты бұйрық сияқты. Ешкімге есік ашпайсың дедім. Мен даусымды әрең шығардым. Бірақ ол менің анам. Сол сәтте күйеуім де келді. Ол есіктің жанында тұрды. Анасының жағына қарады. Сосын маған қарады. Бірақ тағы да үнсіз қалды. Сырттан соғу күшейді. Аружан, мен сені білемін, ашшы. Менің көзіме жас келді. Мен есікке қарай ұмтылдым. Бірақ сол кезде екі қызметші келіп, мені сыпайы түрде шетке қарай бағыттады. Сыпайы деген нәрсе кейде ең қауіпті күш болады. Өйткені олар мені ұстамады, бірақ мені жібермеді де. Сырттағы дауыс біртіндеп бәсеңдеді. Сосын мүлде тоқтады. Үй қайтадан үнсіздікке батты. Бірақ бұл жолы ол тыныштық емес еді. Бұл жоғалту тыныштығы. Мен терезеге қарадым. Анам кетіп бара жатқан сияқты. Мен оны көре алмадым, бірақ жүрегім сезді. Сол күні мен алғаш рет жыладым. Жасырын, дыбыссыз. Өйткені бұл үйде қатты жылаудың өзі тәртіпсіздік саналатын сияқты еді. Енесім маған қарамай ғана айтты. Түсінсең жақсы, бұл сенің игілігің үшін. Мен оған қарадым. Игілігім үшін мені анамнан айырдыңыз ба? Ол жауап бермеді. Тек шайын ішіп отырды. Сол үнсіздік мені ашуландырды. Кешке күйеуіммен сөйлесуге тырыстым. Мен алғаш рет анық айттым. Мен мұнда бақытты емеспін. Ол күрсінді. Уақыт керек. Уақыт емес дедім мен. Алғаш рет даусымды көтеріп. Ол маған ұзақ қарады.
Сосын жай ғана: «Сен бұл үйдің ережесін түсінбейсің». Сол сәтте мен түсіндім. Ол мені тыңдап тұрған жоқ. Ол мені түсінуге тырыспайды да. Ол тек анасының айтқанын қайталайтын адам сияқты. Сол түні мен ұйықтай алмадым. Үйдің ішінде қадам дыбысы естілетіндей болды. Бірақ ешкім жүрмеді. Бұл жай ғана менің қорқынышым ба? Әлде бұл үй шынымен тірі ме, білмедім. Келесі күні таңертең жаңа өзгеріс болды. Енесі менің бөлмеме кірді. Қолында кішкентай қорап. Оны үстелге қойды. «Мынаны аш». Мен аштым. Ішінде телефон. Бірақ бұл менің телефоным емес. Ескі, қарапайым телефон. «Бұл не?» дедім. Ол жай ғана жауап берді: «Байланыс болады, бірақ бақылаумен». Мен түсіндім. Бұл бостандық емес. Бұл рұқсатпен берілген байланыс. Сол түні мен жаңа телефонды қолыма алдым. Экран жанды. Бір ғана хабарлама келіп тұрды. Белгісіз нөмірден. «Егер сен шынымен көмектескің келеді десең, мен бәрін білемін. Бұл үй туралы». Мен қатып қалдым. Өйткені бұл хат үйдің ішінен емес еді. Сол хабарламаны оқығаннан кейін мен ұзақ уақыт телефоннан көзімді ала алмадым. «Егер сен шынымен көмектескің келеді десең, мен бәрін білемін. Бұл үй туралы». Менің ойым 1000 бөлікке бөлінді. Бұл кім? Қалай біледі? Нені біледі? Мен жауап жазуға дайындалдым. Бірақ дәл сол сәтте бөлме есігі қағылды. «Аш». Енесінің дауысы. Мен телефонды пеш жастықтың астына тығып есікті аштым. Ол ішке кірді. Бөлмені бір шолып шықты. Көзін ұзақ бір нүктеге тоқтатты. Менің жүрегім тарсылдап кетті. Бірақ ол ештеңе айтпады. Тек: «Бүгіннен бастап бұл телефонды тек менің рұқсатыммен қолданасың» деді. Мен түсіндім. Олар мені бақылап жүр. Тіпті ойымды да. Сол күні кешке бір өзгеріс болды. Мен құжаттарымды тексергім келді. Паспортымды, жеке қағаздарымды. Бірақ тумбочка ашық еді. Бос. Мен жүрегім түсіп кеткендей болды. Ас үйге жүгірдім. «Менің құжаттарым қайда?» Енесі жай ғана шай ішіп отырды. «Қауіпсіз жерде». «Қауіпсіз жерде ме? Ол менің өмірім». Ол маған қарады. «Бұл үйде ештеңе жоғалмайды, тек сақталады». Сол сәтте мен бірінші рет айқайлап жібердім: «Сіз мені ұстап отырсыз ба?» Үй ішіндегі ауа қатып қалды. Күйеуім кірді. Ол бәрін естіген. Бірақ әдеттегідей алдымен анасына қарады. Сосын маған: «Қатты сөйлеме». Мен күлгім келіп кетті. Ащы күлкі. «Қатты сөйлеме дейсің бе? Мен құжатсыз, телефонсыз, байланыссыз отырмын». Ол үндемеді. Сол сәтте мен түсіндім. Бұл тек бақылау емес. Бұл жүйе. Келесі күннен бастап үйдің есігі өзгерді. Қарауыл көбейді. Камералар бұрыштарға қойылды. Тіпті аулада жүрудің өзі рұқсатпен болды. Мен алғаш рет есікке жақындадым. Сыртқа қарадым. Бостандық өте жақын сияқты. Бірақ қол жетпейтіндей. Бір күні түсте қызметші әйел қайта келді. Сол бұрын сыбырлаған әйел. Ол маған тамақ әкелді. Сосын тез ғана: «Сен әлі кетпедің бе?» деді. Мен оған қарадым. «Қалай кетемін?» Ол жан-жағына қарады. Сосын өте жай дауыспен: «Бұл үйден шығу оңай емес. Бірақ мүмкін». Сосын бір нәрсе берді. Кішкентай қағаз, жұмылған. Сосын тез кетіп қалды. Мен қағазды аштым. Ішінде бір ғана сөз жазылған: дәлел. Сол түні мен телефондағы белгісіз нөмірге алғаш рет жауап жаздым. «Сен кімсің? Маған не керек?» 1 минут өтпей жауап келді. «Мен бұрын осы үйде болдым». Мен қатып қалдым. Өйткені бұл жауап менің ең қорқынышты ойымды растады. Мен бұрын осы үйде болдым. Сол сөйлемді оқығаннан кейін телефонды қолымнан түсіріп ала жаздадым. Бөлме айнала маған тарылып кеткендей болды. Мен қайта оқыдым. 1 рет, 2 рет, 3 рет. Өзіме сенбедім. Бұрын осы үйде болдым. Бұл не деген сөз? Бұрынғы келін бе? Қашып кеткен бе? Әлде бір нәрсе болған ба? Мен жауап жаздым. «Сен кімсің? Қайдасың қазір?» Бірақ жауап келмеді. Сол түні үйде бір түрлі тыныштық орнады. Тым тыныш.
Тіпті сағаттың тықылы да қатты естілетіндей. Мен терезеге жақындадым. Аула қараңғы. Камералар жыпылықтап тұр. Қарауыл жүр. Бәрі қалыпты сияқты. Бірақ ештеңе қалыпты емес еді. Келесі күні таңертең енесі мені ас үйге шақырды. Ол әдеттегідей шай ішіп отыр. Маған қарады да: «Бүгіннен бастап сен үйдің ішкі тәртібін толық үйренесің» деді. Мен оны қазірдің өзінде жасап жүрмін. Ол жымиып қойды. Бірақ ол күлкі емес еді. «Жоқ, сен тек бастысын жасап жүрсің. Ал негізгісі әлі алда». Мен түсінбедім. «Негізгісі не?» Ол жауап бермеді. Тек көзін төмен түсірді. Сол сәтте мен алғаш рет байқадым. Бұл үйде бәрі бір нәрсені жасырады. Тек маған емес, бір-бірінен де. Кешке қарай мен қызметші әйелді қайта көрдім. Сол бұрынғы әйел. Ол ас үйде жалғыз тұрған еді. Мен жақындадым. «Сен маған не айтқың келеді?» дедім ақырын. Ол жан-жағына қарады. Сосын сыбырлады. «Сен бұл үйде бірінші емессің». Менің жүрегім тарс етті. «Нені айтып тұрсың?» Ол бір қадам артқа шегінді. «Мұнда келгендердің бәрі бірдей бастайды. Мен дем ала алмай қалдым». «Ал аяқтары?» Ол үндемеді. Тек көзірме қарады. Сосын жай ғана: «Аяқтағандар туралы ешкім айтпайды». Мен сол түні ұйықтай алмадым. Телефонды қайта-қайта аштым. Белгісіз нөмір әлі онлайн. Мен жаздым: «Сен айтшы, бұрынғы келін қайда?» Жауап келді. Бұл жолы бірден: «Ол кеткісі келді». Мен: «Ол қайда?» Келесі хабарлама келді. Сол сәттен бастап ешкім оны көрмеген. Мен бөлмеде отырдым. Жүрегім қатты соғып тұр. Сол кезде есік қағылды. Енесі кірді. Бірақ бұл жолы оның қолында бір нәрсе бар еді. Фото. Ол маған қарап: «Сен кіммен сөйлесіп жүрсің?» деді. Мен фотоға қарадым. Сол сәтте қаным суып кетті. Өйткені суреттегі телефон экранында менің чатым ашық тұрды. Мен фотоға ұзақ қарадым. Қолым қалтырап кетті. Өйткені бұл сурет жай ғана фото емес еді. Енесі қолындағы қағазды маған қарай жақындатты. «Бұл не?» деді. Ол өте жай дауыспен. Бірақ сол жай дауыс ең қауіпті болатын. Мен суретке қайта қарадым. Онда телефон экраны түсірілген, ал экранда менің өз чатым ашық тұр. Белгісіз нөмірмен сөйлесіп отырған сәтім. Мен бірден түсіндім. Мені бақылап қана қоймайды, мені ұстап отыр. «Мен ешкіммен» дедім. Бірақ сөзім аяқталмай қалды. Енесі сөзімді бөліп жіберді. «Сен бұл үйдің ішінде не істеп жүргеніңді білесің бе?» Мен үндемедім. Күйеуім артта тұрды. Бірақ ол тағы да үнсіз. Сол үнсіздік мені ең қатты ауыртты. Енесі фотоны үстелге қойды. «Бұл үйде ешкім сыртпен байланыспайды» деді. «Ешкім». Мен ішімнен дірілдедім. «Ол адам маған көмектескісі келеді» дедім. Сол сәтте енесінің көзі суып кетті. «Көмек дейсің бе?» Ол күлді. Бірақ бұл күлкі адамға емес, ескертуге ұқсайтын. «Бұл үйден көмектесіп кеткендер бәрі бірдей аяқтайды» деді ол, жай ғана. Мен сол сөзден кейін тыныш тұра алмадым. «Не айтқыңыз келіп тұр?» Бірақ ол жауап бермеді. Тек бұрылып кетті. Сол күні кешке мен алғаш рет шекарадан өттім. Ас үйдің артындағы кішкентай есік бар еді. Мен оны бұрын байқамаған екенмін. Бір рет қана ашып көрдім. Ішінде ескі дәліз. Жарық әлсіз. Бәрі шаң басқан. Мен бір қадам жасадым. Екінші. Сол кезде алыстан бір дыбыс естілді. Ескі есіктің сықыры. Мен тоқтап қалдым. Жүрегім тоқтап қалғандай болды. Дәліздің соңында бір бөлме бар екен. Есік жартылай ашық. Мен жақындадым. Есікке қолымды тигіздім. Іштен суық ауа шықты. Сосын телефонның жарығы. Мен ішке қарадым. Бөлме бос емес еді. Ішінде ескі үстел. Және онда бірнеше телефон. Кем дегенде 5-6 ескі телефон. Әрқайсысы қосулы сияқты. Экрандар қараңғы, бірақ зарядқа қосылған. Мен біреуін ұстадым. Қолым дірілдеді. Экран жанып кетті. Чат ашық. Белгісіз нөмірлер,
жазбалар, сұрақтар, көмек сұраған хабарламалар. Ал ең соңғысы: егер сен мұны оқып тұрсаң, сен де келдің. Мен артқа шегіндім. Сол сәтте есік артынан тарс жабылды. Мен бұрылдым. Бірақ кеш еді. Дауыс естілді. Енесінің дауысы. Өте жақын. Мен саған бұл есікті ашпа дедім ғой. Мен қараңғы бөлмеде тұрып қалдым. Ал қолындағы телефондардың бірі өздігінен жанып кетті. Экранда тек бір хабарлама тұрды. Қош келдің. Енді сен бәрін білесің. Есіктің тарс жабылған дыбысы әлі құлағымда жаңғырып тұрды. Мен қараңғы бөлмеде қатып қалдым. Ал қолындағы телефон өздігінен жанып кеткен сәт мені одан бетер шошытты. Экранда бір ғана хабарлама. Қош келдің. Енді сен бәрін білесің. Мен телефонды түсіріп жібердім. Бірақ енді түсіп кетті деген сезім жоқ еді. Өйткені бұл жерден қашу жай қадам емес екенін түсіндім. Сырттан енесінің дауысы естілді. Шық. Дауысы қатты емес, бірақ өте нақты. Бұйрық. Мен терең дем алдым. Бұл жолы ішімде қорқынышпен бірге басқа бір нәрсе пайда болды. Ашулану. Есік ашылғанда енесі маған қарап тұрды. Күйеуім артында. Тағы да үнсіз. Енесі бөлмеге көз тастады. Телефондарға қарады. Сосын маған қарады. Сен қай жерге кірдің? Деді жай ғана. Мен жауап бермедім. Ол тағы да қайталады. Қай жерге кірдің? Сол сәтте мен бірінші рет үнсіз қалмадым. Мен бәрін көрдім дедім. Үй ішіндегі ауа бірден өзгерді. Енесі тоқтап қалды. Күйеуім басын төмен түсірді. Мен жалғастырдым. Бұрынғы келіндер, телефондар, бәрі бар. Мен оның көзіне тік қарадым. Сендер адамдарды осында ұстап отырсыңдар. Сол сәтте енесі күлді. Бірақ бұл күлкі мүлде адамдық емес еді. Ұстап отырмыз ба? Деді ол. Жоқ. Ол маған жақындады. Олар өздері қалады. Мен сенбедім. Өтірік. Ол даусын көтермеді. Тек жай ғана айтты. Сен қазірде кетуге болады. Мен тоқтап қалдым. Қалай? Ол есікке ишара жасады. Ашық. Мен қарадым. Шынымен. Алдыңғы есік ашық еді. Қарауыл көрінбеді. Камераларда қозғалыссыз. Күйеуім алғаш рет сөйледі. Саң, бар. Ол маған қарамады. Бірақ қайтып келмейсің. Мен есікке бір қадам жасадым. Жүрегім тарс соғып тұр. Бостандық. Тым оңай сияқты. Тым күмәнді. Сол кезде арттағы бөлме есігі сықырлады. Сол телефондар тұрған бөлме. Мен бұрылдым. Бір телефоннан дыбыс шықты. Дауыстар. Әйел дауыстары. Жылау. Сыбыр. Шығуға болмайды. Сен де қаласың. Мен қатып қалдым. Енесі жай ғана айтты. Енді таңдау жаса. Мен есікке қарадым. Ашық. Ал артта телефондардағы дауыстар күшейе түсті. Сол сәтте мен түсіндім. Бұл үйден шығу қашу емес. Бұл бір нәрсені артта қалдыру. Мен есікке қарап тұрдым. Ашық. Тым ашық. Ал артта телефондардағы дауыстар күшейіп, бір-біріне араласып кеткендей болды. Қал. Кетпе. Сен де біз сияқты боласың. Сол дауыстар менің басымды жарып жіберердей болды. Мен екі әлемнің ортасында тұрдым. Бірі ашық есік. Бірі қараңғы бөлме. Енесі қозғалған жоқ. Тек қарап тұр, күйеуім де үнсіз. Бірақ бұл үнсіздік енді жай үнсіздік емес еді. Бұл күту. Мен бір қадам жасадым. Сыртқа қарай. Сосын тоқтадым. Артқа қарадым. Телефондардың бірі қайтадан жанып кетті. Экранда бір ғана сөйлем. Біз де сен сияқты бастадық. Мен демімді ішке тарттым. Сендер адамдарды осында ұстайсыңдар дедім ақырын. Енесі басын изеді. Жоқ. Сонда не? Ол маған тік қарады. Біз оларды тоқтатамыз. Мен түсінбедім. Неден? Сол кезде ол бірінші рет шындыққа жақын бір сөйлем айтты. Өткеннен.
Бөлме ішіндегі ауа ауырлап кетті. Телефондар бірінен соң бірі өшіп жана бастады. Дыбыстар күшейді. Жылау, айқай, сыбыр. Мен есікке тағы бір қадам жасадым. Ал күйеуім ақырында сөйледі. Егер сен кетсең, сен бәрін өзіммен бірге алып кетесің. Мен бұрылдым. Нені? Ол жауап бермеді. Бірақ оның көзінде қорқыныш бар еді. Алғаш рет. Мен есікке қарадым. Сыртта жарық. Шынайы әлем. Менің өмірім. Ескі телефондардың бірі қатты дыбыс шығарды. Жаңа хабарлама. Экран жарқ етті. Аружан, сен кеткен күні мен де кетемін. Мен тұрып қалдым. Бұл бұрынғы келіннің дауысы сияқты еді. Мен терең дем алдым. Бір қадам, екінші қадам. Сосын есікке жеттім. Қолымды тұтқаға қойдым. Артта енесінің дауысы шықты. Егер есікті ашсаң, сен енді қайтып кіре алмайсың. Мен тоқтадым. Тұтқа қолымда. Ал жүрегім екіге бөлінді. Мен есікті аштым. Сол сәтте не болғанын толық түсіндім деп айта алмаймын. Тек бір нәрсе анық болды. Мен сыртта едім. Ауа басқа, дыбыс басқа, жарық басқа. Бірақ менің ішімдегі сезім әлі де сол үйдің ішінде қалғандай еді. Алғашқы күндер оңай болған жоқ. Мен ұзақ уақыт өзіме келе алмадым. Телефонсыз өмірге қайта үйрену, адамдарға қайта сену, және ең қиыны, өз дауысынды қайта табу. Мен анамның үйіне бардым. Ол мені көргенде ештеңе сұрамады, тек құшақтады. Сол құшақ. Мені бірінші рет шынымен бостандықта екенімді сездірді. Бірақ түнде бәрі өзгеретін. Көзімді жұмсам, сол телефондардағы дауыстар қайта естілетіндей болатын. Сен де қаласың, сен де бастайсың. Мен орнымнан тұрып кететімін, жарықты қосатымын, бірақ ештеңе жоқ. Тек менің жадым. Уақыт өтті. 1 ай, 3 ай, 6 ай. Мен біртіндеп қайта өмір сүре бастадым. Жұмыс таптым. Өзімді қайта құрдым. Бірақ сол үй туралы ешкімге айтпадым. Өйткені айтсаң, сен өзіңде қайта сол жерге оралатындайсың. 1 жылдан кейін. Мен кішкентай кеңседе отырдым. Өзім ашқан шағын көмек орталығы. Қиын жағдайдағы әйелдерге арналған. Телефон шыр етті. Белгісіз нөмір. Мен ұзақ қарадым. Қолым сәл дірілдеді. Бірақ жауап бердім. Алло? 1 секунд үнсіздік. Сосын таныс емес, бірақ ауыр тыныс. Сен кетіп үлгердің бе? Мен көзімді жұмдым. Бұл сұрақ менің өткенімнен келген сияқты еді. Мен жай ғана жауап бердім. Иә. Телефон үнсіз қалды. Мен терезеге қарадым. Сыртта жарық. Адамдар жүр. Қарапайым өмір. Бірақ мен бір нәрсені білдім. Сол үй мені жіберген жоқ. Ол тек кезегін күтіп отыр. Кейбір үйлер жай ғана үй емес. Кейбір есіктер бір рет ашылса, мәңгі есте қалады. Ал кейбір бостандықтар өзімді ғана емес, өткенімді де алып шығады.